Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен чизкейктердің арасында өте танымал әрі ерекше түрі японский чизкейк дайындайтын боламыз. Дәл осы чизкейк түрінің ерекшелігі ол өте нәзік, соншалықты үлпілдек, мақта тәрізді болады. Дайындау жолы қиын емес, тек бірнеше шарттары мен өзіндік уақытын сақтасаңыздар, дәл осындай өте керемет чизкейк дайындай аласыздар. Ең алдымен біз чизкейкті пісіретін формамызды дайындаймыз. Мен осындай торт жинайтын сақинада пісіремін. Бұл десерт су моншасында дайындалатындықтан астыңғы бөлігін 3 қабат фольгамен қаптаймыз. Форманың диаметрі 20 см. Және де формадан тез алыну үшін жан-жағына пергамент қағазын өлшеп саламыз. Енді чизкейкті дайындауға кірісеміз. Ең алдымен біздегі барлық қажетті ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Осындай үлкен ыдысқа сүзбелі ірімшік, сүт және сары майды салып, су моншасына қойып, біркелкі масса етіп ертіп аламыз. Енді бұл массаны шетке қойып, келесіде жұмыртқаның сарыуызы мен ақуызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Келесіде алдыңғы суып тұрған сүзбелі массамызға сарыуызды біртіндеп салып, жақсылап араластырамыз. Кейін біраз қасық лимон шырынын және сәл ванилин қосамыз. Және міндетті түрде електен өткізіп жүгері крахмалы мен ұнды қосып араластырамыз. Ендігі кезек ақуызға да жетті. Оған шым-шым тұз қосып, миксердің орташа жылдамдығында араластырып, аз-аздан қант қосып отырып миксерлейміз. Міне дәл осындай ыдысты төңкерсе де өз формасын жақсы ұстайтын аппақ меренга шығуы тиіс. Енді сол меренганы негізгі массамызға аз-аздап қосып отырып, астыдан үстіге қарай жай-жайлап венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің масса дайын. Массаны құймас бұрын ол форманы бірден су құюға болатын ыдысқа қойып аламыз. Ол осындай форма темір таба немесе қарапайым пештің противені болуы да мүмкін. Енді сол форманың ішіне шамамен 250 мл ыстық су құямыз. Ол су массаға тиіп кетпеу керек. Бұл чизкейктің ерекшелігі дәл осы пісіру әдісінде болып табылады. Бұл чизкейкті 160 градуста қызып тұрған пеште міндетті түрде астыңғы бөлігінде 30 минут, кейін градусты 150-ге түсіріп, тағы 1 сағат шамасында пісіреміз. Дайын болған уақытта чизкейктің беткі бөлігі сәл қызаруы тиіс, және оны пештен бірден алуға болмайды, өйткені ол басылып қалуы мүмкін. Толықтай піскен соң пештің қақпағын ашып 15 минут күтіп, кейін бірақ үстелде тағы суытамыз. Дайын чизкейктің үстіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Дәл осы японский чизкейкті тоңазытқышқа салып, суын күтіп қажет емес. Ол жылы күйінде де, суық күйінде де ерекше дәмді болады. Дәл осы десерт түрін
Мен нәзіктердің нәзігі деп атар едім. Ол шынымен үлпілдек, тіпті шайнауды да қажет етпейді. Менің отбасым ең алғаш дәмін көргеннен соң осы чизкейкті қайта-қайта дайындауымды сұрады. Әрі бұл десертке қажетті қоспалардың барлығы өте қолжетімді. Дайындауға қажет ингредиенттердің барлығы әдеттегідей видео астындағы сипаттамада жазылған. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сіздерге де жақындарыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.